сауалат әзірлемін. Бал арасындағы және адам өміріне маңызы туралы ғылыми жоба қорғағалы жүр едім. Бал аралары табиғатта қандай маңызды рөл атқарады деп ойлайсыз? Бал араларының табиғатта алатын, қоғамда алатын орны өте ерекше. Ең бірінші бал аралары бұлар өсімдіктерді, гүлдерді тозаңдандыруға қатысады. Яғни бір гүлден екінші гүлге тозаңдарды тасып, яғни бұлар өсімдіктердің көбеюіне, гүлдеуіне қоғамда белсенді қызмет атқарады. Жақсы, рахмет. Екінші сұрақ, осы бал араларының неліктен экожүйесінің сақшысы деп атайды? Қалай ойлайсыз? Өсімдіктердің көбеюіне тікелей атсалысады дедік. Яғни бұл не болмаса өсімдіктерді көбеюі туқтайды. Қазіргі кезде өсімдіктердің негізгі көбеюінің бір түрі осы бал араларының тасымалдауымен болып жатыр. Сол үшін біз бұны экожүйенің негізгі сақшысы деп атайды. Ағай, бал араларының азаюына қандай негізгі себептер әсер етеді деп ойлайсыз? Көптеген пестицидтерді қолдану, қоғамда химиялық заттар, баршасы осы бал араларының қоғамда азаюына әкеліп соғады. Пестицидтер білесіздер, бұлар улы заттар, бұлардың себебінен көптеген бал араларының жойылуына септігін тигізіп жатыр. Ал климаттың өзгеруі аралардың өміріне қалай әсер етеді? Қалай ойлайсыз? Климаттың өзгеруі, яғни бұл гүлдердің гүлдеу уақытын кешіктіреді. Сондықтан бұл не үшін өсімдіктер үшін, бұл бал аралар үшін бір-біріне қолайсыз болып келеді. Ал ағай, енді мына нәрсені білгім келеді. Аралар жоғалса, өсімдіктердің тозаңдылығы мен өнім мөлшерлері не болады? Қалай ойлайсыз? Көбеюіне, жеміс беруіне бал араларының әсері өте зор деп айттық. Өйткені бал аралары не істейді? Бір гүлдің өсімдіктер тозаңын келесіне тасымалдаушылар. Бұлар болмаса өсімдіктер гүлдеуін, жеміс беруін тоқтатады екен. Қорғау үшін не істеуге болады? Қалай ойлайсыз? Бізде қазір баршамыздың бұған атсалысуымыз керек. Бұл, яғни біріншіден біз гүл өсімдіктерді отырғызып, аулада баршадан өзіміздің қолымызға келетін істер жасауымыз керек. Әрқайсымыз, оқушылар, баршаның үлкен кісілер, барша осы бал араларының жағдай жасауымыз керек. Жойылған себепті пестицидтерді, улы заттарды барша қолданбау, химиялық заттар, бұның баршасы осы қоғамдағы бал араларының өмір сүруіне кері әсерін тигізеді. Жақсы, рахмет. Қазіргі таңда биологтар мен ғалымдар қандай шаралар жүргізіп жатыр? Осы сұраққа жауап берсеңіз. Дұрыс сұрақ өте орынды. Бұл айттық, биологтар мен ғалымдар бірлесіп осы бал араларының көбею жолын ойластыруда. Және оның зиянды жолдарын шешуде. Көбею жолы қандай? Бұл қалай көбейеді? Яғни бұларға жағдай жасау көбеюлеріне. Және де зиянды заттардан барша бұларды сақтау. Пестицидтер, химиялық заттардан бұларды барша сақтап, яғни бұлардың барша көбеюіне жағдай жасау қоғамда. Жақсы, ағай, сізден тағы бір нәрсе білгім келеді. Болашақта аралардың саны қалпына келуі мүмкін бе? Қалпына келуі мүмкін. Жаңа айттық, біз қалпына келу үшін біз барша солардың пестицидтерден, нелерден қорғасақ, зиянды заттардан қорғасақ, бұлардың қайта қалпына келуі, орнына келуі ықтималдығы өте жоғары. Аралардың маңызын насихаттау үшін мектептерде не істеуге болады? Өте дұрыс айттыңыз. Мектептерде қазіргі кезде осы бал аралардың маңызын түсіндіру үшін бұл ашық сабақтар өткізу. Балаларға қатысты маңызды ашық сабақтар өткізу. Және де бұл туралы кинолар көрсету, яғни бал аралардың құндылығы туралы, бал аралардың айттық өсімдіктердің сол арқылы көбеюін барша оқушыларға түсіндіруіміз керек. Рахмет, сұрағымыз осымен бітті. Сіздерге рахмет.